Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен асқабақ қосылған дәмді самсаның рецебімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бұл самсаның құрамы өте қолжетімді. Бізге бар болған асқабақ, картоп және пияз қажет. Бәрін ұсақтап, 4 бұрыштап турап аламыз. Және де бұл самсаға ұсақталған ет қоссаңыздар да болады. Дайын болған салмамызға арнайы самсаға арналған дәмдеуіш тұз бұрышын және 1-2 қасық сұйық май құйып араластырамыз. Біздің салмамыз дайын. Енді оны қамырларға салып бүгіп шығамыз. Менде дайын самсаға арналған қатпарлы қамыр. Қаласаңыз, өзіңіз жасасаңыз болады. Бөлінген қамырларды видеода көрсетілгендей екі жағына кішкене ұн сеуіп жаямыз. Самсаға арналған салмамызды салып бүгеміз. Дайын болған бүгілген самсаларымыздың бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, оның үстінен күнжіт сеуіп шығамыз. «180 градуста қызып тұрған пеште 35-40 минутқа саламыз. Асқабақ қосылған қатпарлы самсамыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Арайлым.